бір үлкен кісі бірде бақшасында жүріп күліпті. Мен бақшамда емес, бақшам мені емдеп жүр деп. Сол бір қарапайым сөздің өзінде өмірдің тұтас мәні жатыр емес пе? Кейде адам өзіне шипаны дәріден емес, табиғаттан, тіршіліктің өзінен табады. Таңертең ауласына шығып шөбін жұлып, түсте ауасын жұтып, кешке серуендесе, соның бәрі жан мен тәннің тынысы. Фитнес емес, қымбат дәрі емес. Осындай қарапайым қозғалыс пен еңбек денсаулықтың нағыз серігі. Адамның жүрегі асықпай соқса, өзіне де, өзгеге де тыныштық береді. Сондықтан болар, сабырлы адам әрдайым жеңімпаз. Бәрі өз ретімен жақсы болады деп сенуде бір ем. Сол сөзді күніне бір рет айтсаң да, жүрегіне тыныштық орнайды. Ашу мен асығыстықтан арылған жан ең бақытты адам. Өмірдің сәні де, мәні де өз орнымен асықпай өмір сүруде. Біреудің өмір сүру себебі немересінің күлкісі,